Хит болып жатырған пирогты 30 минутта жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Ол үшін бірінші ұнымызға майда саламыз. Толық мөлшері описаниеда жазылған, сол жерден көрсеңіздер болады. Енді дәл видеодағыдай жасаймыз. Осындай масса шығады бізде. Енді бұған қантымызды және де разрыхлитель қопсытқышты саламыз. Бір жұмыртқа салып, тағы да песочный тесто жасайтын боламыз. Міне, енді бұны 10 минутқа салафанға салып қоятын боламыз тынықтыруға. Дайын болған тестамызды дәл видеодағыдай қойып шығамыз. Бортиктарын жасаймыз. Енді бұның ішіне өрікті, мейізді және де греческий орехты салатын боламыз. 370 грамм бір банка сгущенка етеді. Үстіне құямыз және қызып тұрған пешке 200 градусқа 15-20 минутқа қойып аламыз. Жандары қызарған уақытта ала берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Бірақ достар, бір ескертетін жайт, егер тісіңізді эмалі шамалы болса, жемей ақ қойыңыздар. Сонымен қатар қыздар, менің YouTube арнамда осындай тегін мастер-класс бар. Бұны көру үшін подписаться кнопкасын басып төмен түссеңіз болады. Міндетті түрде істеп көріңіздер, бұны үйреніп сіздер тапсырыс қабылдасаңыздар да болады.